мына ислам жігіттер бүкіл өмір түсіндіріп тастаған ғой негізі. Біз просто алыс. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөздері да, ойланатын болсаңыз бар ғой, негізі кішкене былай ар жақ бер жағына. Әр имам ертең қол астындағыларға жауап береді деген сөз бар да, мысалы, осы мағынада. Осыны көп адамдар ойлайды, мешіттегі имамдар жауап береді деп. Бірақ негізі олай емес. Әр имам деп атқан бар ғой, әр басшы қол астындағылардан жауап береді. Оған кім жатады? Мен мысалы үшін қараңыз, мысалды алайық. Мен бір үйде балам бар, қатыным бар, бала-шағам бар ма? Мен олар үшін басшымын. Еркек адам үйдің басшысы ма? Сен әйелің үшін, бала-шағаң үшін қияметте жауап бересің. Енді мен кішігірім бір фирма аштым да, қолымда 2 адам жұмыс істей ма? Мен сол екеуі үшін жауап берем қияметте. Одан да үлкен бір қызметке отырдың, басшысың ба? Қолыңның астындағылардан қияметте 10 адам болса да, 100 адам болса да, 1000 адам болса да, қияметте солар үшін жауап бересің. Мен айтқым келген мынау ғой жігіттер. Қазір елімізде көп жігіттер жұмыс істеп жатыр. Сауда, бизнес, әйтеуір стройка дейма, басқа дейма. Не бір жігіттер бар. Адамдар жұмыс істетеді да, сөйтеді да ақшасын жейді ғой, бермейді. Бұл бір мысал. Жаңағы не дейді, айлығын кеседі, қысқартады. Анау вообще жоқ болып лақтырып кететіндері де жетеді да. Сол ана алданып, ақшасын ала алмай қалғандарға айтайын. Уайымдамаңыз, өкінбеңіз. Қияметте аласыз ақыңызды. Алла тағала бір адамның бір тиынын жемейді. Қайтарып береді. Ұрыспай-ақ та олармен жүре берсін, аман есен. Сен де жүре бер, беймарал жүре бер. Ол қазір саған беретін ақшасы бар мүмкіндігі, бірақ бермей жатыр да, ертең қияметте оның қалтасында ақша болмайды. Бірақ ол сол кезде саған осы қарызды құтылады. Қалай? Сауабын береді. Не болмаса күнәңді арқалайды. Так что еш уайымдама, мәз болып жүре берсін. Ал ана қарызын бермей, қол астындағылардың ақысын жеп, басшы болып бітті, мақтанып жүрген адамдарға, мәз болып жүрген адамдарға айтайын. Қияметте сол қол астында істеген адамдардың әрбірінің ақысын өтемей жәннатқа кірмейсің. Мынау дүниеде айта бересің, мен бүйткем, сен анау, мынау, атмасқы жетеді. Мынау енді ешкім емес қой мыналар, қол астындағылар. Бұлар какой-то ғой, бұл какой-то'ларда жүрген. Сен оларға бермей қоя саласың. Олар саған еш нәрсе істей алмайды да. Бірақ біліп ал, қияметте сен ондай абыроймен тұрмайсың. Тақта отырмайсың ол жерде сен. Жерде тұрасың сол қолың астындағылармен бірге. Сол кезде жауап бересің. Әрқайсысы ақысын алады сол жерде. Не бір бай жігіттер бар да, біраз адамдардың ақшасын бермейді, зарлатып жүр да, бірақ барады 500 мың, 600 мыңға құдайы береді. Ой, бір жетімге үй салып бердің. Салып беріңіз, дұрыс. Жақсы, салып беріңіз. Салмаңыз деп жатқан жоқпын, бірақ исламда мынандай нәрсе бар. Сауап істеу жақсырақ па, күнәдан қайту жақсырақ па? Қайсы жақсырақ? Сауап істеуден гөрі сауабырақ болады күнәдан қайту. Өйткені сауап істеуге ше нәпсі көп қиналмайды. Күнәні істеуге біздің нәпсіміз, мысалы бір өзің анау нәпсің жақсы көретін бір күнәні істеген кеп тұр ғой, осыдан тоқтау қиындау болады жігіттер. Исламда осындай нәрсе бар. Сауапты істегеннен гөрі бір күнәдан қайту, түсіндіре алдым біз, жеткізе алмай жатырмын. Бір күнәдан қайту сауабырақ болады. Сен 100 мың, 200 мың теңге садақа бергенше бар ғой, ана жылатып жүрген адамдарың бар ғой, сол 100 мың, 200 мың теңге сол ақшаны соларға берсең, қияметте саған жеңілдеу болады. Сол үшін жігіттер біреудің ақысын жеуден қорқайық. Шынымен қияметте бәрі сұралады. Қараңыз, мысалдарды айтайық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біреу қайтыс болыпты деген кезде ше, қарызы бар ма еді деп сұрайтын болған. Бізде де айтады ғой, мына жаназаларда имамдар қарыз бар ма деп сұрайды ғой. Кім көтереді деп. Біреу қарызын мойнына алмаса жаназа оқылмайды негізі. Біз біреудің ақысын жеп қойғанбыз, ол сен қарыз деп ойламайсың, оны вообще жеп қойғансың сен ше. Ол жаназада да сұралмайды да ол. Мойнында кетті да тонна қарыздар ше.
шын мұсылман болса ойланады адам. Қараңыз, қияметте екінші мысалын айтайын тағы. Пайғамбар салам бізге бәрін ескертіп кеткен. Қияметте мүйізсіз қошқар ше, мүйізді қошқардан ақысын алады да. Хайуаннан Алла тағала хайуанның ақысын алып беріп жатса да, ардақты қылып жаратқан Алла тағала өз сүйіп, жерде орынбасарым деп жаратқан адамның ақысын жейді дейсіз ба? Біреуге жегізбейді. Алла тағала ешкімнің ақысын жегізбейді. Бәрін өтеп береді. Қарасаңызшы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден қашып шығады ғой Абу Бакр радиаллаху анху. Сонда Али радиаллаху анху орнында қалады. Не деп айтады? Али, ана үйінде тұрған заттар, мүшриктер Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға заттарын сені тапсырып кететін болған. Дүниелерінде. Али, ана мүшриктердің заттарын, аманаттарды әрқайсысын өзіне түгелімен бер дейді да. Қарасай, мүшриктердің ақысын жеме деп жатыр да Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бізге өнеге ғой Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның істері. Біз өзіміздің мұсылман бауырлардың ақыларын дырылдат жеп жатырмыз да. Қарасаңшы, банкрот дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, қияметте банкрот болатын адам дейді. Ол намазын оқыған адам, қияметте банкрот болатын адам ше. Намаз оқып, ораза ұстап, үлкен сауаптар істеген адам қияметте барады. Бізде мысалы намаз оқып қатыр жүргеніміз шамалы ғой, мысалы үшін. Аллаху акбар деп намазға кіресің, бірақ кәлләң самал базарында жүре береді ғой бізде. Өзі оңдырып тұрғанда бір намазымыз жоқ. Енді қияметте келеді дейді, адам баласы жиналады. Үлкен сауаппен келеді дейді да. Сөйтеді да, анау адам келіп ақысын алады. Мынау адам келіп қарызын алады. Мынаны ғайбаттағасын, ол келіп сауап. Бәрі неңді алады сенің? Сауабыңды ала бастайды дейді да. Не болады сонда? Соңында? Сауабы таусылады. Банкрот еш нәрсе емес. Сауабы таусылады. Тағы да әлі адамдар таусылған жоқ дейді. Не болады енді десе, олар келіп күнәсін арқалатады дейді да. Міне банкрот. Міне жерде қазір біз жүрміз. Кішкене мына табысқа, біз анау шынымен мықты көлік мініп сәл бүйтіп адамдарға сөзіміз өтсе болды, бізше өз-өзіміз жоғалтып жатырық та. Ақырет десең барғаннан кейін көреміз дейді. Мысалы үшін да, барғаннан кейін көреміз. Көресің ал, ұнамай қалса не қайтып келесің ба? Ол саған мына беловод емес қой. Қайтып келе салатын. Бір қолың астындағы жұмысшының мысалы үшін 100 мың, 200 мың айлығын жеп қойғасын да, шынымен ананы айттың, ұқит дедің, бермей қойдың да. Бергім келмей қашады, міне. Бірақ сол адамдардың түнде анау қыдырып, Дубайға барып ше, ішіп жегендерін көрсең ол 200 мың, 300 мың бұларға үшін бір әбеттің ақшасы болып қалады ше. Біреудің ақысын біз әшін бір әбетте ішіп қоя саламыз. Бірақ ана адамға бергіміз, қарасай біздің қаншалықты жүрегіміз ше. Қияметте бізге сорымыз болатын нәрсені бергіміз келмейді да. Бірақ бүгін жеп ертең тастайтын нәрсеңе ақшаңды аямайды.